Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен молочная девочка торттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл торт өте нәзік, өте дәмді шығады. Сондықтан менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, бірге даярлаңыздар. Алдымен 3 дана жұмыртқаны бір ыдысқа салып, оны миксермен аппақ болып көпіргенге дейін, яғни өз көлемін ұлғайтқанға дейін жақсылап араластырамыз. Осы жұмыртқамызға 500 мл сгущенканың барлығын бірақ құямыз. Одан соң миксермен тағы да біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Келесі кезекте осы массамызға 100 мл өсімдік майын немесе ерітілген үй температурасындағы сары майды қосып, оны біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап миксерлейміз. 200 грамм ұнға 15 грамм разрыхлительді қосып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды елеп отырып, негізгі сұйықтығымызға қосамыз. Барлық ұнды бірақ қосаңыздар да болады, немесе бөліп отырып қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде осындай қоймалжың масса пайда болады. Келесі кезекте корждарымыздың формасын дайындайтын боламыз. Мен 26 сантиметрлі форманы қолдандым. Видеода көрсетілгендей етіп, пергамент қағазын формамен қысып, болашақ корждарымыздың формасын даярлап аламыз. Мен 26 сантиметрлі, яғни үлкен форманы қолданғандықтан, мен 5 үлкен коржды даярлап алдым. Ал егерде 20, 22, 24, яғни кішірек форманы қолданатын болсаңыз, онда сіздердің корждарыңыздың саны көбейеді. Бірақ корждарыңыздың санына байланысты тортыңыз биіктейді. Видеода көрсетілгендей етіп, қасықты пайдалана отырып, форманың ішінің барлығына сұйықтығымызды біркелкі етіп жағып шығамыз. Корждарыңыз пергамент қағазына жабысып қалмас үшін сапасы жақсы пергамент қағазын қолданыңыздар. Сұйықтықты формадан шығармай жағуға тырысыңыздар. Корждарды 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 5-6 минут пісіреміз. Барлығы сіздің пешіңізге байланысты. Ең бастысы корждарыңыз қатты кеуіп кетпеуі тиіс. Аздап қызарған уақытта корждарыңызды духовкадан алсаңыз болады. Духовкадан шыққан коржды 1-2 минут суығаннан кейін оны айналдырып, оның астындағы пергамент қағазын алып тастаймыз. Ыстық корждарды бір-бірінің үстіне қоюға болмайды, себебі олар бір-біріне жабысып қалады. Негізінен оригинал рецептте молочная девочка тортының корждарын құрау үшін 500 мл суық сливкиді өз формасын жақсылап ұстағанға дейін миксермен араластырамыз. Содан соң оған 150 грамм сгущенка немесе 50 грамм сахарная пудра қосып, тағы да миксерлейміз. Ал мен өз тортымның корждарын жинау үшін крем-пломбирді қолдандым. Крем-пломбирдің толықтай рецебін мен YouTube каналымда бар. Төменде оның ссылкасын қалдыратын боламын. Негізінен осы айтылған кремнің 3 түрін қолдансаңыз да, тортыңыз өте дәмді болып шығады. Кремімізді жаға отырып, корждарымызды құраймыз. Кремді жаға отырып, осы корждардың арасына әртүрлі салманы қолдансаңыздар болады. Мысалға айта кетсек, грек жаңғағын арасына сепсеңіздер болады. Немесе әртүрлі жидектерді, клубника, малина сияқты жидектерді қолдансаңыздар болады. Қалауыңыз бойынша шоколад үгінділерін де сепсеңіз болады. Осылайша кремді жаға отырып, барлық корждарымызды жинап шығамыз. Кремнің барлығын бөліп жағып болғаннан соң, осы тортымызға форманы кигіземіз. Содан соң оны холодильникке бірнеше сағатқа немесе бір түнге қалдырамыз. Жаққан креміміз тортымызға әбден сіңуі тиіс.
торттың сыртын қаптау үшін сіздер өзіңіз қалаған кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Мен крем чизді қолданған болатынмын. Крем чиз үшін 250 грамм творожный сыр мен 100 грамм сахарная пудраны миксермен жақсылап араластырамыз. Творожный сырды жақсылап араластырып алғаннан кейін, яғни ешқандай түйіршік қалмағаннан кейін, оған сливки қосамыз. Сливкидің майлылығы 33-35% болу керек. Содан соң барлығы біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап тағы да миксерлейміз. Осымен біздің крем чизіміз дайын. Тортымызды холодильниктен шығарып, осы кремімізді жан-жағына, бетіне барлығын тегістеп жағып шығамыз. Соңында тортыңызға өзіңіз қалауыңыз бойынша декор жасасаңыз болады. Мен тортымның декоры үшін вафельная крошканы қолдандым. Вафельная крошканы айналасына, жан-жағына барлығына сеуіп шықтым. Вафельная крошка негізінен кондитерлік магазиндерде сатылады, бірақ сіздер өз қолдарыңызбен жасасаңыздар да болады. Жасалуы өте оңай. Толық жасалу рецептісі менің YouTube каналымда бар. Мен төменде оған ссылканы қалдыратын боламын. Торттың бетіне әртүрлі жидектерді қолданып, әсемдеп сәндеп шықсаңыздар болады. Осымен біздің өте дәмді тортымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Тағы да ерекше рецепттерді көргіңіз келсе, міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер, колокольчикті басып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет.